Ассалаумағалейкум жүзім сүйер қауым. Бүгінгі тақырыбымыз Атыраудың аптап ыстығында жүзім шоқтарын қалай қорғаймын. Көп адам жүзім толық сеткамен жауып тастайды, бірақ мен басқаша әдіс қолданамын. 55%-тік көлеңкелейтін сетканы тек жүзім шоқтары орналасқан төменгі бөлігіне тарттым. Себебі дәл осы жерде күннің қатты әсерінен жидектер күйіп кетуі мүмкін. Бұл әдістің артықшылығы жүзім шоқтары күннен қорғалады, жидектердің күйіп кетуі қаупі азаяды, жапырақтар ашық қалып, фотосинтез қалыпты жүреді. Ауа айналымы жақсы сақталады. Әсіресе Атырау сияқты өңірлерде шілде-тамыз айларында бұл өте маңызды. Ал сіздер жүзім шоқтарын күннен қалай қорғайсыздар? Пікірге жаза кетіңіздер. Өнімдеріңіз мол болсын. Жақсы күнде жолыққанша арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз ағайын.